жарайсыңды үзбей көретін. Әр санын тағатсыздана күтетін. Бағдарлама соңында бізге жарайсыңдар дейтін. Тұрақты да сүйікті көрермен. Ақпараттық әрі сазды. Жарайсың бағдарламасы бүгінгі өз санын бастайды. Жарайсыңның бүгінгі қонағы Айқын Төлепберген. Айқынның кеші қалай өтеді? Ондай бір шоу сияқты би біріншіден түс болмайды уже. Сәлеметсіздер ме? Қалайсыздар? Айқын Төлепбергеннің ұлын көріп пе едіңіз? Аңсар 1,5 жаста. Жеңіс Ысқақова кімге өкпелі? Аспанда жүріп, жерде жүріп, күніне 12 сағат жұмыс істесе, қандай терапия болады? Мәссаған Айқынның жаңалығына таңғалып отырма неге? Неткен жомарттық десеш? Иә, олай болса, бейнесюжеттен соң бар мән-жайды Айқынның өзінен сұрап білейік. Бүгінгі қызық бұрынғыдан өзгеше. Себебі бүгін біз сіздерге суда балықтай жүзетін балалар мен мысықтардың қызықтарын ұсынбақпыз. Мәселен, әлі жүріп те үйренбеген мына кішкентайлар суда ересектерден де еркін қозғалады екен. Тіпті хауыздың түбінен ойыншық алады. Ал енді мына қызыққа назар салыңыздар. Үйде жалғыз қалғанда мысықтарда асықпай шомылғанды ұнатады. Ал кейбірі тіпті басын да жуады екен. Тек шошытып алып жүрмеңіз. Ендеше мысықтарыңызды жиірек жалғыз қалдырып тұрыңыздар. Еркін демалсын. Бүгінгі студиямыздың қонағы әнші, тележүргізуші, боксшы Айқын Төлепберген. Бәрекелді. Айқын, қош келдің, жарайсыңға. Енді сен біздің бағдарламаға осымен екінші рет келіп отырсың. Соған қарағанда айтар жаңалығың көп сияқты ғой. Жаңалық деген көп. Бәрекелді. Жаңалық, ең алғаш жаңалықтардың бірі бөлісейін деп отқан, ол 26 сәуір күні бұйырса Республика сарайында өзім жеке шығармашылық кешім өтейін деп отыр. Соң қызу дайындық үстіндемін. Қорқыныш, үрей бар ма? Түк қорқыныш, түк үрей жоқ. Себебі негізі жеке концерттерім, кештерім басқа да қалаларда талай өтіп кеткен. Қалай не істеу керек екенін біліп тұрмын. Әр басынан соңына дейін не айтатынын бәрін білем. Тек қана бір ғана үрей, осы музыканттарым қосылғанда кішкене кез келген әннің несі өзгереді де, мысалы деп тұрғанда тірідей барабанщик ойнағанда басқаша естіледі. Бәрекелді. Айқын, енді бойымда ешбір үрей жоқ дейсің. Концерттің басынан аяғына дейін қалай өтетінін біліп тұрмын дейсің. Жалпы көрермендерге айта кетейік, сен осы Алматыдағы жеке концертінен кейін Қазақстан бойынша 60 концерт қою жоспарда бар. Осы жайлы толығырақ. Иә, бұйырса концерт біте сап 1 майдан бастап осы бүкіл батыс жақты, оңтүстік жақты аралайын деп жатырмын. 60 қалада боламын. Бұйырса, сондықтан құрмет. Тек қана қалаларда емес, ол қалалардың қастағы бүкіл ауыл аймақтарын бәрін аралаймын. Сондықтан құрметті қазақстандықтар, бір жерде мен плакатымды көріп қалсаңыздар, келіңіздер. Айқын, енді жақын күндері шетелде бейнебаян түсіргелі жатыр екенсің. Сол жайында толығырақ айтып кетсең. Режиссер кім болмақ? Қандай әнге? Негізі бұл бейнебаян режиссері Марат Своев деген режиссер болмақ. Осы бейнебаян түсіретін кезде үлкен сұрақ туындады, қандай әнге түсірем деген. Себебі биыл кішкене дытс емес, кішкене лирикаға берілсем деген ойым болды. Көптеген лирикалық әндер шықты. Сонда Асылым, Сағыныш екеуін голосование қойып қойдым, жаңа дауыс бергенге. Бүкіл социал сеттерде былай қарағанда 7% Сағынышқа беріп жатыр. Себебі ол ән енді ертерек шыққан ән, Асылым енді шығып жатыр. Сондықтан Сағынышты тыңдап үлгерген енді менің жанкүйерлерім. Сондықтан Сағынышқа түсір деп жатыр. Бірақ менің ойымша бір қызықты ойлар келіп жатыр. Сағынышты былай да былай енді ондай әндер клипсіз-ақ тарайды деген сияқты. Кассета, диск арқылы тарайды, керек емес. Асылымға түсіріңіз сондай әндерді, имиджіңізге байланысты сондай әндерге клип түсіріңіз деген ұсыныстар келіп отыр. Сондықтан әлі шешкен жоқпын. Енді барлығымыз жақсы білеміз, ғаламтор желісіндегі белсенді пайдаланушылардан көмек сұрадың. Енді шешімін тез арада күтеміз. Бұйырса. Қай мемлекетте түсіретін болдыңыздар? Негізі Дубайда түсіреміз, бірақ енді Дубай бүкіл Дубайда түсіріп жатырмын деп көрсетпеймін.
теңіз керек болды да, сюжет бойынша клипқа теңіз керек болды, сондықтан қазір Дубайға сезон дегендей бір жағынан демалып қаламыз деген сияқты. Не болса да іске сәт дейміз. Ал біздің қызықты сұхбатымыз бейне сюжеттен кейін жалғасатын болады. Бізбен бірге болыңыздар. Әдемі кештердің бірінде өзде әпәдем болып тұрған Жеңіс Қақованың қал жағдайын сұрамақ болып, жанына жақындай беріп едік, әнші бар ашу ызасын бізге айтып салды. Мен құсап бала бағым, жанұя бағым, елдің алдында концерт қойып, аспанда жүріп, жерде жүріп, күніне 12 сағат жұмыс істесе, кімді айтар екен жалпы? Бірақ енді әркім сөйлей береді ғой. Сөйтсек тау қозғалса қозғала қоймайтын, үнемі күліп жүретін Жеңісті тілшілердің бірі жалқау әнші деп атап ренжітіп алыпты. Бұл теңеуді естіген Жеңіс ханымның тіпті есі шыққан. Сондықтан да әңгіме басын өкпен азын айтудан бастаған екен. Бірақ жақсы адамның ашуы шәй орамал кепкенше деген емес пе? Бұлқан талқан болған әнші сәл уақытта жадырап шыға келді. Бүгінгі киімімді ұлым таңдады. 15 жасар ұлым Әлішер. Сіздің айтатын бүгін әніңіз клубный деді. Сондықтан сіз клубный киінуіңіз керек деді. Сосын жастарға әр уақытта қарайлау керек, жастармен санасу керек. Әннің мағынасына байланысты киіндім. Жеңіс ханымның қаншама жылдан бергі стилін бірақ күнде өзгерткен ол қандай ән болды екен сонда? Мен осы Ержан Серікбаевтың «Сен ғана» деген әнін өзі былай жаным-ау сен неге сезбедің, мендегі пәк сезімді, былай дүрсілдеп тұрған жүректің бір қатты дүрсілдерінен туылған ән болғандықтан. Әніңізге сәніңіз сай екен, бірақ жарыңыз қалай қарады бүгінгі киіміңізге? Мен үстіме қап киіп алсам да күйеуіме ұнайды. Яғни ағамыз, сіздің киіміңізге аса мән бермейтін болды ғой, ә? Мән бермейді емес. Ол айтады, саған ұнаса, маған ұнайды дейді. Оның уақыты жоқ. Сосын ол маған 100% сенімді, менің киім киісіме, айтар сөзіме, басатын қадамыма ол сенімді. Жұбайлардың бір-бірін сөзсіз ұққаны қандай тамаша. Бірақ бәрібір Жеңіс ханым жасыра алмады. Дәл осы киімі өзіне аса ұнамапты. Расында мен бүгінгі концертке келер кезде балам айттым, менің киімім өзіме қатты ұнап тұрған жоқ деп. Мама, саған ұнамаса да, ол бізге ұнайды деді. Бүгінгі мен ойлаймын, сәтсіз киімім бүгінгі сияқты, бірақ ұлымның талғамына сүйеніп, ұлымның көңілі үшін бүгін осылай киініп келдім. Есесіне әнші ай сайын түс өзгеріп тұратын шашына дән риза. Біз өнер адамдары құлазимыз, бізді ренжітуде ол көңіл күйің дұрыс болмаған кезде мен шаштарыңызға барып, мені өзгертші дейсің бе? Енді біз алдағы уақытта Жәкеңнің шашының түсіне қарап, көңіл күйінің қай кезде қандай болғанын бірден аңғара аламыз. Ендеше біз құлазитын сәтіңіз аз, қуанышты күндеріңіз көп болғай деп тілейміз. Айқын соңғы кездері әлеуметтік желіде өте белсендісің. Twitter десек пеген, Instagram. Енді уақытыңды алмай ма? Негізі басында қатты отырып қап көп уақытты алып жүретін. Қазір кішкене оны тидім. Керекті заттарымды жазам, керекті заттарымды оқимын дегендей. Сондықтан оған енді бос уақытта немесе пробкада келетіп тұрып қалатын кезде қарай саласың, тез. Егер біреу бірдеңке сұрақтар қойып жатса, жауап бересің, ары қарай жүре бересің. Сондықтан әлеуметтік желі бір жағынан өте пайдасы жақсы екен. Осындай бір сұрақ, өзің шеше алмайтын бір туындайтын сұрақтарға байланысты немесе бір осындай концерт бергенде, басқа қалаларға барғанда концерт бергенде өте сол интернетте оқитын оқырмандардың жаңағы біздің көптеген әншілеріміз мысалға Твиттерге енді ғана тіркеліп жатыр. Соған қарағанда Твиттердің зиянынан гөрі пайдасы көбірек екенін білген шығар. Сен үшін мысалға әлеуметтік желі, дәл сол сияқты Твиттерді айтайық, мүмкіндіктер ашты ма, әлде кей жұмыстарыңды қиындатып, немесе жеңілдетті ма? Твиттердің күшін мен осы жақында Қайрат Түндековтың ДТП-ға ұшыраған несінде түсіндім, ол күшін. Жаңа Ерлан Көкеев ағамыз звондап, хабарласып, айқын бүйтейік, концерт ұйымдастырайық, Қайраттың несіне жай қолымызды төмен түсіріп отырмайық дегенде, енді жарайды дедім, енді сен әншілерге хабарлас, кім келіседі андай-мындай дегенде. Мен енді әр адамға звондап атпайын дедім де, Твиттерде жаза салдым. Енді кім қол үшін бергісі келеді, келіңіздер деп едім. Келесі күні ойбай, бүкіл халық шулап кетті.
пайдасы бар әрине. Бірақ әншілер үшін, әсіресе жұлдыздар үшін зияны да бар шығар, иә? Уақытыңды, назарыңды көп алады. Сенің оқырмандарың саған тікелей хат жолдап, немесе мысалы көптеген оқырмандарға енді көпке топырақ шашпай, бірақ кейбіреулері жаман балағат сөздер жазады. Бар ма сенің сондай оқырмандардың арасында? Басында бір Твиттерда бір кішігірім не болып қалды, текетірес болып қалды бір адаммен. Сол кезде ғана бір-екі адам жазды, жаман нәрсе. Олар сразу аласында қара списокқа кіргізіп қойсын, болды. Болды, оны үйретіп қойды мен. Ал былай негізі қазір енді өйтіп жаман бірдеңе жазып жүргендер жоқ, қазір көбінесе жақсы сұрайды. Бірақ кейбіреулер Твиттерда жаңа агентпен шатастырады. Енді кіріп жатқан адамдар ғой деймін, қалайсың дейді. Әр қалайсыңға жауап бере берсең, онда оқырман шаршап қалатын сияқты, сондықтан ондай жай сұрақтарға жауап бермеймін. Тамаша, енді шығармашылығына келсек, жалпы әннің авторлары кім өзің? Сағыныш және Асылым. Сағыныш әнін негізі Арман ағамдан алдым, Арман Дүйсенов ағамдан алдым. Сөзі Ринат Заитовтікі. Асылым әні Асқар Бержібаев деген қырғыздың несі жазған, бірақ бұл ән шықпаған, ойлап қалмас халық ұрлап алды деп. Өзінен барып рұқсатымен алдым. Ол әнді мен негізі Мирбек Атабеков деген қырғыздың әншісі бар, сонымен дуэт жазамын деп сол әнді дайындағанбыз екеуміз. Содан кейін ары ойланып, бері ойланып, бұл әнді өзім айтып шығатын болдым. Содан кейін айтып шыққаннан кейін тағы бір рэп сияқты бір қызықты несін қостым. Оны жаңағы интернетте, ютубта тауып алған бір рэперім бар, Әлнасыр деген. Соның дауысы ұнағаннан кейін Әлнасырға хабарласып айттым, сен мына жерде рэп оқып жүр дедім. Жарайды деді, ол келісіп сөйтіп сол ән сөйтіп шықты. Асыл негізі сөзін әкем жазған. Соңғы кездері Айқынның орындауындағы әндердің сөзі түзеліп қалыпты деген негізі бұрыннан бері түзу негізі сөздер. Жай мысалы мен кеше ғана мысалы интернетқа кіріп пақ-пақ немесе таңым сияқты әндердің несін көрдім. Текстін, интернеттағы текстер мүлде өзгеше дұрыс емес жазылған. Сол журналистер нелер сол асығыстық жасайды да, интернеттен сөзді ала салады да, соған қарайды да, мынау дұрыс емес қой, не сөз мынау дейді. Негізі сөздер дұрыс оны. Жақсы, Айқын, сенің соңғы ән жинағың қашан шығып еді? Соңғы ән жинағым 2007-де шықты. Содан бері мінекей 6 жылдай уақыт өтіп кетті. 6 жылдың ішінде ән жинақ шығаратын уақыт келген жоқ па? Негізі ән жинақ шығаратын уақыты келді. Бастықты айтты маған, қашан әндерін жинап бір нетіп шығарайық та деді. Мен концерт бермейінше ән жинақ шығармаймын дедім. Концерт бергеннен кейін шығардым. Енді бұйырса концерт бердім, ән жинақ шығарамын, бірақ енді қазіргі кезде ән жинақ шығару ондай бір не, ол сол кезде мен енді бастап жүрген кезде ол жай не үшін ғана, имидж үшін ғана болатын. Мысалы ән жинақ шығарасың, бір 12 ән қосасың, ол 12-ның әннің бәрі баяғыда бүкіл басқа ән жинақтардың бәріне таралып кеткен, жағы пиратский, интернетте таралып кеткен, оны шығарып не шығармадың, жаңалық ашпайсың. Жай бір оны сыйлағанға болмаса сондай бір жерге өйтіп қазір халық өйтіп барып енді 12 ән үшін бір диск сатып алады дегенге сенбейміз. Бізде қазір жарнама, ал жарнамадан кейін Айқынның не себепті лирикалық әндерге бет бұрғанның сырын білетін боласыздар. Бізбен бірге болыңыздар.